Адамзат жетім болмайды, халықтан болса панасы, халық жетім болмайды, басшысы болса данасы. Сырым Датұлы. Басқару ұжымның мақсатын анықтап, оны жүзеге асыру үшін қажетті жоспарлау, ұйымдастыру, ынталандыру, талдау және бақылау, бағалау үрдісі. Сухомлинскийдің айтуынша, басқару адам тану, адамның күрделі және қызықты рухани жан дүниесіне үңіле білу. Басқарушылық шеберлік пен басқарушылық өнер халықты жүрекпен ұға білу. Қазіргі таңда мектепті басқару жалпы басқару жүйесінің бөлігі бола тұра, оған ерекше міндеттер жүктелген. Өйткені мектеп білім беру үрдісінде қазіргі кезең мен болашақтың талаптарын ұштастыра отырып, тұлғаны қалыптастыру мақсатында қызметін іске асырады. Жамбыл ауданында алғаш рет 1933-37 жылдары Сәкен Сейфуллин атындағы бастауыш мектеп болды. 1937-57 жылдары Молотов орта мектебі болып аты өзгерді. 1998 жылға дейін Молотов бастауыш сынып мектебі болды. 1998 жылы орталау мектебі болып қайта құрылды. 2000 жылдан бастап Ильич атындағы орта мектебі болып жұмыс жасап келеді. 2019 жылы Ильич атындағы орта мектебі номер 2 орта мектебі болып өзгертілді. Өзімнің еңбек жолымды 1996 жылы Шу қаласындағы Жібек жолы мектеп лицейінде қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі болып бастадым. 2004 жылы Жамбыл ауданы нөмірі 3 орта мектепке мұғалім болып ауыстым. 2009 жылы осы мектептің директоры болып тағайындалдым. 2014 жылдан осы уақытқа дейін Құмтиын ауылындағы номер 2 орта мектептің директорымын. 2020 жылы 2 санатты басшы біліктілік санатын алдым. 2021 жылы қыркүйек айында Алматы қаласы Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігі өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы филиалының Қазақстан Республикасы білім беру жүйесінің басшы және ғылыми-педагогикалық қызметкерлерінің біліктілігін арттыратын республикалық институтында қашықтықтан басқару, білім берудегі цифрландыру жағдайында оқу үдерісін тиімді басқару және конструктивті жоспарлаудың негізі ретінде тақырыбында біліктілікті арттыру курсынан өттім. Қазіргі таңда мектепте 34 мұғалім жұмыс жасайды. Мектеп ұстаздарының 72% жаңартылған форматта аттестациядан өткен. Педагог зерттеуші 3 ұстаз, педагог сарапшы 16 ұстаз, педагог модератор 4 ұстаз. 2019-2020 оқу жылында білім алушылардың білім сапасы 70%-ді құраса, 2020-2021 оқу жылында 72%-ді құрап отыр. 2019-2020 жылы ОБТ-ның қорытындысы 68%-ді құраса, 2020-2021 оқу жылында 86%-ді құрады. Қазіргі таңда мектепте 18 оқу кабинеті бар. Оның 3-і жаңа модификациялық биология, химия, еңбек кабинеттері. Зертханалық бөлмелерде дайындалған. Пән мұғалімдері сабақтарын зертханалық жұмыстарын көрсете отырып жүргізеді. Барлық кабинеттерде компьютер мен проекторлар орналастырылған. Интернет желісі мен барлық білім беру платформаларында сабақтарына керекті бейне жазба, слайдтарды ала отырып өткізе алады. Мектеп кітапханасы жылда жаңа әдеби кітаптармен толықтырылып отырады. Спорттық үйірмелерде мектептің 60% оқушылары қамтылған. Шахмат, үстел теннисі, қазақша күрес және волейбол үйірмелері жүргізіледі. 2020 жылы бастауыш сынып мұғалімі Абдуллаева Күнсұлу өңірдің білім беру жүйесіндегі дамытуға қосқан үлесі үшін Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетовтің алғыс хатымен марапатталды. Үздік халықаралық тәжірибе елдің бәсекеге қабілеттілігінің жоғары деңгейінің ең маңыздысы білім беру мен денсаулық сақтау саласының жоғары санасы жататынын расталды, деп көрсетті елбасы. Функционалдық сауаттылықты дамытудың жалпы бағдары Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2020-25 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында анық көрсетілген. Қазақстан оқушылары Teams, PISA, PIRLS халықаралық салыстырмалы зерттеулеріне
біздің номер 2 орта мектебі 2019 жылы сәуір айында 4 және 8 сынып оқушылары қатысты. Зерттеу қорытындысы бойынша директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары Камила Шығырбаева, 4 сынып жетекшісі Злиха Өтемғалиева және өзім құрмет грамотасымен марапатталдым. Елбасының табысты болудың ең іргелі басты факторы білім екенін әркім терең түсінуі керек. Жастарымыз басымдық беретін межелердің қатарында білім әрдайым бірінші орында тұруы шарт. Биік қоятын ұлт қана табысқа жетеді деген сөзін басшылыққа алған мектеп ұжымы жас ұрпаққа тәлімді тәрбие, сапалы білім беруде талмай ізденіп, жаңа бастамаларға қызу үн қосуда. Сонымен қатар мектеп оқушылары республикалық, облыстық, аудандық байқауларға қатысып, жүлделі орындар иеленді. Облыстық табиғатты аял атты зерттеушілердің форумында денсаулық және қоршаған орта номинациясы бойынша 3 орын иегері Жақсыбек Шұғыла, облыстық 5-10 сынып оқушылары арасында өткен экологиялық пирамида ғылыми жоба байқауының 3 орын иегері Ниятулла Әйгерім марапатталды. Әл-Фараби атындағы халықаралық олимпиадасының жүлдегерлері Махамбетәлиева Ақерке, Сағымбек Әсел, Төребекова Арайлым 2 дәрежелі дипломмен марапатталды. Ломоносов атындағы 22 турнирінің 2 дәрежелі лауреаты Төребек Гүлназ, Байқораз Жанел, Сүлеймен Гүлназ марапатталды. Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына орай республикалық Абай өлеңдерін мәнерлеп оқу сайысынан Абай төсбелгісімен Аязбек Инабат, Арыстанбай Салтанат марапатталды. Айқанат олимпиадасының мақсаты Қазақстандағы ауылдық мектеп оқушыларына олардың таланттарын ашуға және лайықты білім алуға мүмкіндіктерін табуға көмектесу. Қапшағай қаласында өткен республикалық турға Оңайбай Гүлназ қатысып, қазіргі уақытта Айқанат қорының қолдауымен ұбт-ға онлайн дайындалуға тегін мүмкіндік алды. Елбасы белсенді және талантты жастарды қолдау бойынша ел үміті жалпы халықтық саясатын ұсынды. Елбасы қоры дарынды балаларды анықтайтын Елбасы медалі жобасын қолға алды. 2020-21 оқу жылында Елбасы медалі жобасына 9 сынып оқушылары Ниятулла Әйгерім, Оңайбай Гүлназ жас ерекшеліктеріне қарай қола медалін жеңіп алды. Биылғы оқу жылында жобаға мектептен 1 мұғалім алтын медальге, 6 оқушы күміс медальге үміткер болып тіркеліп, жұмыс жасауда. Өз сөзімді қорытындылай келе, басқару бұл тек тәжірибе арқылы ғана үйренуге болатын өнер. Ал оны мүлтіксіз меңгеру тек қана талантты адамдардың қолынан келетін іс. Білім беру ұйымын басқарудағы тиімді ұйымдастыру мектеп басшысының теориялық, тәжірибелік, әдістемелік білім білігімен бірге жеке басының сапалық қасиеттері мен құзыреттілігі.